Баршаңызға сәлем. Бүгін біз ашытылған қырыққабат дайындайтын боламыз. Арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдымен бізге жасыл жапырақтарынан тазартылған қырыққабат қажет болады. Мен осындай пышақпен тураймын. Егер сіздерге ыңғайлы болса, осылай тұтастай қырыққабатты турасаңыздар болады. Немесе қырыққабатты кішіректеу бөлшектерге бөліп, осылай қолыңызға ыңғайлы етіп турап алсаңыздар да болады. Абайлаңыздар, пышақ өте өткір. Міне менде осыншама шықты. Шамамен 1 келі 200 граммдай қырыққабат шықты. Осыған мен орташа немесе кішігірім сәбізді осылай күштен өткізіп аламын. Сәбіз бізге тек әдемілік үшін көп қажет емес. Осы көлемге мен 1 ас қасық толтырмай тұз аламын. Жақсылап салып, қолмен араластыра бастаймыз. Қатты тығыздап машқылаудың қажеті жоқ. Тек тұзды жақсылап араластырып алсақ болғаны. Араластырып болған соң қырыққабаттың үстіне осылай таза ыдысты қойып, үстіне ауыр затпен басамыз. Ендігі кезекте бөлме температурасында тұруы қажет. Шамамен 3-2 күннің ішінде, күніне 2 мезгіл біз осы ыдысымызды алып, шыққан сөлін өзіне қайтадан құйып, осындай ағаш таяқшамен қырыққабаттың арасын осылай тесіп шығамыз. Яғни ауасын шығартып, қырыққабатты осылай қопсытып отырамыз. Осы қалыпта бұл 3 күн тұрады. Дастарханға ұсынар алдында кішкене сұйық май және бұрыш қоссаңыздар өте дәмді болып шығады.